Все. Құрметті оқушылар, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Отырыңыздар. Бүгінгі біздің тақырып Абылхан Қастеев. Мақсаты Абылхан Қастеевтің өмірбаянымен таныстыру. Қазір сендер балалар, сендер шығып, осында бір-бірден аласыңдар. Мынау пазл деген. Так, выходим все, берем по одному и составляем, должно получиться 3 картинки. Можете как-то... Давайте быстро, оперативно. Вот эти картинки... Так, составьте картинки. Так, эти картинки... Так. Когда у вас? Так, еще раз смотрите. А? И кто? Мирка, Вика, Рая. Можете вот на доске посмотреть? Это Абылхан Қастеев работает. Так, а сидит уже друг, да? Так, нам такая. Так, так, нам сюрит. Так, нам сюрит. Я с тобой пару собрал. Так, где? Раиса. Так, значит, когда вы собирали, ребята, тише. Алима, когда вы собирали, вот у вас получились 3 картинки. Это работы Абылхан Қастеева. Вот это вот рисунок, это называется турксип. Қазір біз сол туралы әлі естиміз. Вот 3 работы. 3 работы я вот разделила, вы забрали. Жақсы, и вот веселье, да? Так, біріншісі енді бізде болады. Табиғат. Сендерге отан. Тобы, сендерге достық тобы. Так, жақсы. Можете про этот табиғат, отан, мақал мәтелдер. Мақал мәтелдер, ол сендердің девизтерің болады. Кім айтып береді? Так, қазір біз Абылхан Қастеев туралы барлықтардың назар аударыңдар. Так, внимательно слушай, потому что здесь есть и тесты, дұрыс емес, и сөйлемдерді толықтырамыз. Внимательно все слушаем. Жүрген байдың бейнесі тасқа ойып салыпты.
Айғанша деген кісі ойы сырмақ сыратып текемет басатын шебер кісі болған. Әбілхан сол кісіге ойып көмектескен екен. Бос уақытында шөппен түрлі суреттер салған дейді. Ол кезде қағаз, қалам деген болмаған шығар, иә? Болған ғой, тек тапшы болған шығар. Қағаз қалам алу үшін Әбілхан басқа адамдарға жалданып, қара жұмыс істеген. Кейіннен Түркістан Сібір темір жол құрылысына жұмысқа кіреді. Сонда арба дөңгелегінің майымен темір жолдың бойындағы жартасқа түрлі суреттер салып, маңайындағылардың барлығын таңғалдырған екен. Қай жерде жүрсе де сурет салуды тастамаған екен ғой. Ол рас. Соның арқасында танылып, Алматыға келеді. Суретші Хлудовтың студиясында бейнелеу өнерінің негіздерін үйренген. Мәскеуден де барып білім алады. Түрлі көрмелер мен байқауларға қатысып, жүлделі орындарға ие болады. Адам армандарының орындалғаны қандай жақсы. Иә, кел, Дана. Мына кітаптан Қазақстан суретшілерінің суреттерін қарайық. Міне, Әбілхан атамыздың картинасы. Қараңыз, мынау тура біздің таулар ғой. Қалай айнытпай салған? Иә, бұл картина Қазақстан тауларында деп аталады. Суретші біздің еліміздің тауларының ерекшелігін бере білген. Сондықтан да сурет саған соншалықты таныс болып тұрған болар. Шынымен де, мен мына тауларды біздің ауылдағы таулар екен деп қалдым. Ал мына картина қалай аталады? Бұл Әбілхан атамыз салған Түрксіб деп аталатын картинасы. Адамдардың барлығы тамашалап қалыпты ғой. Иә, бұл қазақ даласына алғаш келген отарба, яғни паровоз. Сондықтан да барлығы таңғалып қалып тұр. Бұл картинаны Түрксіб темір жолында жұмыс істеп жүрген кезінде салған шығар. Жоқ, бұл суретті Түрксіб жолы салынып болып, көп жылдар өткеннен кейін 1969 жылы салған екен. Мына картинаға қараңызшы. Бір суретте осынша кең, байтақ даланы қалай сыйдырған? Иә, байтақ даланы бір суретте бейнелей алатын Әбілхан атамыздың шеберлігіне шетелдік суретшілер де қатты таңғалған. Қараңызшы, қандай әсем табиғат бейнеленген? Бұл суретшінің туған жері. Мынау ағып жатқан Шежін өзені. Осы өзеннің бойындағы Шежін ауылында Әбілхан атамыз дүниеге келген. Шежін ауылы қай жерде? Шежін ауылы Алматы облысы Панфилов ауданында. Мынадай сұлу табиғаттың аясында өсіп, суретші болмау мүмкін емес шығар. Иә, Картиналар қандай көп? мына кітапта Әбілхан атамыздың салған суреттерінің аз ғана бөлігі берілген. Аз бөлігінің өзі осы болса, көп еңбек еткен шығар. Әбілхан Қастеевтің 2000-нан астам шығармалары бар. Қандай көп? Алан аға, мына тасты бұдырын қараңыз. Тасқа бұғауланған адам бейнесіне ұқсайды екен. Қиялың ұшқыр екен. Мен ешқандай да адамды көріп тұрған жоқпын. Қазір мен оны үйге апарып, Әбілхан атам сияқты қашан көрсетемін. Мүмкін суретші болып кетемін. Дұрыс, талпын. Мына жерде Әбілхан атамыздың суретші боламын деген балаларға айтқан ақылы жазылыпты. Оқып беріңізші. Сала бастаған суретті шала қалдырмай, жақсы болсын, жаман болсын, аяқтап шығу керек. Сендер мектепте сурет сабағын оқисыңдар. Ал ол бір нәрсені сызудан басталады. Сол сызуды бірақ сызып қоймай, қайта сызу керек. Заттың кескініне оқтын қарау, адамның көзін жаттықтырса, ол заттың көрінісін бірнеше рет сызу, адамның қолын жаттықтырады. Яғни, суретші болу үшін жалғылай жаттығу керек екен ғой. Мен таныс
Қастеевтің Қазақстан тауларында түрксіп, таластың ен даласы, шежін өзені атты картиналары бар. Әбілхан Қастеевтің 2000-нан астам шығармалары бар. Енді балалар, бізде тапсырмалар. Қазір сендер отан тобы, сендер отан тобы, достық тобы және табиғат тобы. Қазір бір топта, міне, қазір мына жерде бізде дұрыс емес. Ол бізде қандай топ айтады? Бірінші, кімдер? Достық тобы. Қазір достық тобынан сұрақ. Әбілхан Қастеев халқымыздың тұңғыш халық суретшісі, еліміздегі бейнелеу өнерінің негізін салушы. Дұрыс, әлде дұрыс емес? Дұрыс. Так, кім оқиды? Лира оқыш. Әбілхан Қастеевтің 4000-нан астам шығармалары бар. Дұрыс, әлде дұрыс емес? Дұрыс. Әбілхан Қастеев Алматы облысы Жамбыл ауданында дүниеге келді. Ал сендерге сұрақ. Дұрыс па, дұрыс емес пе? Дұрыс. Әнесі. Жаңа жақсы өңдету керек еді. Біз білеміз ғой қай жерде туған. Қастеевтің Қазақстан тауларында түрксіп, таластың ең даласы, шежін өзені атты картиналары бар. Дұрыс. Жақсы, сендерге 3 дұрысы бар. Қастеев суретші Хлудовтың студиясында бейнелеу өнерінің негіздерін үйренеді. Иә. Дұрыс. Екінші, отан тобына тест. Рома, оқы. Бейнефильм қандай тақырыпқа арналғанын көрсетіңіз. Кімге? Әбілхан Қастеев Әбілхан Қастеев халық суретші, елімізге бейнелеу өнерінің негізін салушы. Әбілхан Қастеев туған жері. Алматы Облысының жері. Қайсы? Шежін. Шежін. Әбілхан Қастеев қалынан шыққан шығармасы саны 2000-нан астам. Әбілхан Қастеев Алматыда білім алған орны Хлудовтың студиясы. Әбілхан Қастеев Батастан түркісіп картинасы салынған жылы. Нешінші жыл? 1960. Әбілхан Қастеевтің дағын шақырымды Мекен Байдар дағыны суреттен картинасы. Таластың ең даласы. Шежін. Қандай? Шежін өзіне. Қазақстан таулары. Басқасы. Әбілхан Қастеевтің еліміздің тауларына арналған картинасы. Қандай картина? Қазақстан таулары. Әбілхан Қастеев туған жеріне арналған картинасы. Шежін өзені. Әбілхан Қастеевтің өндіріс тақырыбына арналған картинасы. Таластың ең даласы. Дұрыс болмады. Енді табиғат. Сендер сөйлегендерді толықтырыңдар. Кім оқиды? Алима.
салушы. Бұл Әбілхан Қастеев. Әбілханның анасы деген кісі ойы ойып, сырмақ сыратын, текемет басатын шебер кісі болған. Аты кім? Әбілханның анасы. Әбілхан анасына көмектесті. Не істеуге көмектесті? Ойып, сурет салып. Не? Әбілхан шойын жол құрылысына жұмысқа кіреді. Қандай? Батыс Қазақстан, Батыс Қытай, немесе Түркістан, Сібір. Шойын жолдың бойындағы үлкен арба доңғалағын маймен суреттеп салған. Үлкен вагонға, үлкен қандай? Сурет салып. Заттар жасар. Жолдың бойындағы үлкен арба доңғалағын. Бес рет қателестік. Енді жақсы. Енді кітаптарымызды ашамыз. Ашыңдар. Әбілхан Қастеев және грамматикадан бізде қалаурай. Қалаурай. Ережесін оқы. Іс-әрекетті орындаушы. Іс-әрекетті адамның талабын білдіріп, қалау мағынасында айтылады. Екіншісі қалау райы деп аталады. Қалау райы түсіп берген журналы мен қабірдің жалғауы жалғар. Одан кейінгі келгенсізді жүргізіп беру арқылы жасалады. Мысалы, оқығым келеді, білгісі келеді. Значит, қалаурай – это желательное наклонение. Я желаю учиться. Мен оқығым келеді. Я хочу рисовать. Мен сурет салғым келеді. Я хочу сидеть. Мен отырғым келеді. Енді мына жерде Әбілхан Қастеев. Сендер бірінші абзацты оқыңдар. Сендер екінші абзацты оқыңдар. Сендер үшінші абзац. Тез. Әбілхан Қастеев.